Еліміздің оңтүстік аймақтарында ауа райы күрт ыстықтап, сынап бағанасы 50 градустан жоғары көрсетуде. Циклон атымен танымал бұл құбылыс Қызылорда облысында 50 жыл бұрын тіркелген. Аталған қиыншылықта тыс қалмаған белгілі отандық ірі компания халықтың қамын келестен қайлапты. Тілшіміз сұхбат алып қайтты. Ой, мына площадьқа кондиционер қойып қойыпты. Бұл кондиционерді қойған ана Сулпак компаниясына алғысымызды айтамыз. Қазір халыққа оңай болып атқан жоқ. Күн қатты ыстық, тіпті 75 градусқа барып жатыр деп осы айтып жатыр ғой адамдар. Кондиционер қойып, міне рахаттанып қалдық. Күн площадьқа барсақ сап салқын, рахаттанып жүрміз ғой міне. Негізі енді ауа райына жалып жетуге болмайды ғой, бірақ енді ешкім оңып жүрген жоқ. Қызылорданың ыстығы деген бәрі біледі ғой негізі. Енді істеп жатқан мекемелерге біз алғысымызды білдіреміз. Енді қазір Қызылорда қаласы сап-салқын болып қалды. Қазір көбісі қандай ұзын жеңді жүр ғой. Кешеде қалың киімдерін шығарып кәдімгідей үстімізде пиджак киіп жүріп қойғанбыз Қызылордада. Амал сендер ауылдың қамын қаша ойлайсыңдар енді. Кеше қалаға кондер қойыпсыңдар, көріп жатыр. Ауылда да сол ыстық, аптап ыстық қойып жатыр. Мал деген жарамайды сендерге айтайын. Ой, көрсетейін кеп онды. Бүгін туған жұмыртқа, қара. Міне, асылып тұр уже. Жеуге жарайды, жей беруге болады. Кондерді қалаға қойыпты. Прямом, переносным смысле айтқанда да қанымыз қайнап жатыр, мен сендерге айтайын. Руслана Терлиева, Мамырашай Шылқығанов, ПТК арнасы.